кездесу Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 28 желтоқсандағы номері 1195 бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасында туберкулез және пульмонологиялық қызметті дамытудың 2023 және 25 жылдарға арналған жол картасын іске асыру шеңберінде өткізілді. Сондай-ақ Стоп ТВ жаһандық серіктестігінің 2024 жылға арналған гранты және жаһандық қордың Қазақстан Республикасындағы 2023 және 25 жылдарға арналған туберкулез құрамдас бөлігінің гранттық жобасы аясындағы тақырып кеңінен талқыланды. Семейдің тұрғындары, жиналған қауым, біз бүгін адвокационный встреча дейді, кездесу, дөңгелек стол, акиматпен бірге соцподдержка науқастарға, туберкулезбен ауырған. Содан кейін біз енді Стоп ТБ деген программа бар, дорожная карта, приказы министра здравоохранения ол ашылған. Стоп ТБ біз туберкулезді тоқтатамыз деп. Енді 35 жылға біз 90% төмендетеміз. Өлім, содан кейін ауыру 90%. 10 науқас 100 мыңға тұрғындарға процент. Сондай біз төмендетейін деп отырмыз. Енді биылғы біздің дөңгелек стол, ол осы жерде Стоп ТБ-ға филиал ашу. Біз осы жерде филиал ашамыз, негізінде ол госзаказ болады, ақша бөлінеді. Содан кейін біз НПО деген неправительственная организация, одарға акимат ақша бөліп жатыр, 20 миллион. Соған енді қазір қолды қоямыз декларацияға, декларациямыз, соған қол қоямыз, соң келісіме келеміз. Сол туберкулез негізінде қазір бүкіл республикада төмендетсе. Сондай-ақ кездесудің басты мақсаты Қазақстандағы фтизиопульмонологиялық қызметтің жол картасын іске асыру шеңберінде ТВ-ны тоқтату, ұлттық серіктестігін дамыту және туберкулез ауыртпалығын төмендетуге үкіметтік емес ұйымдарды тартуды күшейту болып табылады. Ақпараттық насихаттық кеңес алмасу барысында арнайы ұйымдастырылған дөңгелек үстелде аталмыш тақырып төңірегінде пікірлер алмастырылды. Вот сегодня здесь проходит адвокационное совещание. Бүгінгі күн еліміздегі фтизиопульмонологиялық қызметтің жол картасын іске асыру шеңберінде туберкулезді тоқтату және туберкулез ауыртпалығын төмендету мақсатында осындай дөңгелек үстел ұйымдастырылуда. Басты мақсат аталған шараны іске асыру үшін үкіметтік емес ұйымдарды тартуды күшейту болып табылады. Және осы төңірегінде үкіметтік емес ұйымдардың қаржылай қолдауын қадағалауды және қолға алуды жүзеге асыру. Неправительственных организаций в борьбе с этой болезнью. Аталған дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы, фтизиопульмонологтардың Қазақстандық қауымдастығы, қоғамдық бірлестігі ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығындағы жаһандық қор грантының жобаларын іске асыру тобы, Абай облысы және Семей қаласының өкілдері, облыстық маслихат депутаттары, Абай облысының денсаулық сақтау басқармасы, облыстық фтизиопульмонология орталығы, ЖИЦ орталығы, психикалық денсаулық орталығы, үкіметтік емес ұйым, қылмыстық атқару жүйесі департаменті, көші-қон қызметі, бизнес құрылымдарының өкілдері, қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, Семей қаласының әлеуметтік бейімдеу орталығы, Қазақстан Республикасы туберкулезге қарсы бағдарламасының ұлттық консультанттары мен серіктестері қатысты. Гүлім Заманбекқызы, Ғалижан Сәкенов, Алишер Абилов, арнайы ТВ-6 арнасы үшін.